Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай тақияны қалай әдемі етіп әрлеуге болатынын тігіп көрсететін боламын. Ол үшін осындай кружевалы лентаны алдым. Керекті өлшемде қиып алдым. Және де қатты тартпай және бос қылмай машинкада жақсылап жүргізіп тігіп шықтым. Бірінші осындай стразалы лентаны қиып 3 штугын алдым. Және де тақияның әр жеріне осындай иректендіріп тігіп шықтым. Стразалы лента ол арасында жылтырлап тастардың арасынан көрініп тұрады. Енді мен сопақ моншақтарды алып, күріш тәріздес моншақ, өте әдемі көрінеді. Соны осы стразаның бойынан әртүрлі шығып тұрған бұтақтар сияқты қылып тігіп шықтым. Әрбір бұтақтың ұшына домалақ моншақтарды тігіп шықтым. Ішінде үлкен ірісі бар 8 мм және майдалары 6 мм, 4 мм ала берсеңіз болады. Міне видеодағыдай осылай әр жерінен шығарып тігіп, өзіңіздің фантазияңызды қосып тіге беруге болады. Мен арасында ұзынша стеклярус тастарында пайдаландым. Бұтақтардың кейбір жерлерін қарасаңыз, арасына стеклярус тастар қосылған. Бұл да жылтырлап әдемі болып көрінеді екен. Тақия осылайша әдемі болып дайын болды. Менімен бірге қайталап видеодағыдай жасап көріңіздер. Және өз фантазияңызға ерік беріп, түрлі тастарды пайдаланып, неше түрлі одан да әдемі түрлендіріп тігіп көріңіз. Пайдам тисе қуаныштымын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыз.